Баршаңызға сәлем. Осындай бүгін тойбастар жасаймыз. Бұны жасау әрбір адамның қолынан келеді, себебі бұның барлығының дайын шаблондары Telegram каналда бар. Каналға өту үшін маған осы YouTube каналға подписка жасап, видеоның астындағы бесплатный Telegram каналға өтіңіз. Немесе менің жеке WhatsApp номеріме хабарлассаңыз болады. Мінекей распечатка жасап алдық шаблонымызды. Енді болғаннан кейін түстес қылып алтын түсті лента таңдадым. Және осындай неше түрлі стразымен әдемілеуге болады. Сары мына жерге келеді, ақ келеді, серый келмейді екен. Осыларды қазір жабыстырамыз тоже. Мына жерге текстін өзіміз жаздық. Қадірлі қонағымыз болғанымыз үшін рахмет. Және аялы сырға салу деп. Осылай текстін жазасыз, лишний жерін қиып тастайсыз. Қара линия көрінбеу керек, желательно, потому что бұның түсі розовый, әдемі түсте, нежный оттенкте болғасын, айналасында қара болмағаны жақсы, сол себепті артық линияның бәрін қиып тастаймыз. Мінекей осылай. Осылай қиып болғаннан кейін бізде осындай карточка шығады. Енді бізге биркасын тоже қиып тастау керек. Осы бирканы тоже айналасын қиып тастайсыз, осындай қылдырып. Болғаннан кейін бұны просто дыраколмен бір шетінен немесе екі шетінен, екі жанынан да тесуіңізге болады. Екі жанынан тескен өте оригинальный көрінеді деп ойлаймын. Қазір тек бирка ретінде кесе салайық. Ортасына мына лентаны өткіземіз. Және дәл ортасын осы лентаның қазір мынаған клейлейміз. Бұл үшін бізге міндетті түрде ыстық клей керек. Мінекей ортасын өлшеп алдық. Қай жерде екен? Осы ортасын примерно бір осындай ортасына жабыстыру керек боласыз. Бұнда карандаш клей пыва ұстамайды, сол себепті міндетті түрде ыстық клеймен жабыстырыңыз. Жабыстырып болғаннан кейін мынандай стразаларды да жабыстыруға болады, әдемі қылдырып. Осылай қойып болғаннан кейін бірнеше жерінен қоюыңызға болады. Әдемі болып шығады деп ойлаймын. Мінекей стразаларын жабыстырып болдық. Енді бізге бет орамалымызды осылай орап, ортасына сиятын қылдырып қоюымыз керек. Бұл үлкен емес, орташа бет орамал. Мінекей осылай орайсыз. Мен 3 бүктегенде сыйып тұр. Осылай 3 бүктеп, ортасына алып келсеңіз, осылай байлап қоюға болады. Осы видеоның алдында орамалдың точный размерлерін жазып кеттім, егер қажет болып жатқан жағдайда қарарсыз. Міне осылай екі шетінен дыраколмен тесіп, тоже осылай орауыңызға болады. Өте оригинально болады деп ойлаймын. Мен бірақ қазір бирка ретінде ғана байлап жатырмын. Міне осындай қылсаңыз тоже қызықты. Бұған мен основасына 230 қалыңдау қағаз алдым. Биркасына жұқалау 200 граммнан кем алуға болады. Лентаны әдемілеп байлап, лишний жерін кесіп, бомбонеркамызды немесе тойбастар дейміз. Тойбастарымызды жинап алдық. Осындай тойбастар кімге ұнады, міндетті түрде комментарий жазып, YouTube каналға подписка жасап кетіңіздер. Міне осындай. Немесе тағы қандай бомбонерка салғанымызды қалайсыз, соны тоже жазып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыз.